Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары, музей достары. Қазіргі уақытта сіздер біздің Ақтөбе облыстық тарих-өлкетану музейінің табиғат залында тұрсыздар. Біздің табиғат залының бірнеше бөліктен тұрады. Соның бір бөлігі біздің Ақтөбе облысының геологиясына арналған. Геология саласының ірі ғалымдарына арнайы экспозиция жасақталған. Енді бұл жерде айта кететін болса, осы біздің облысымыздың геология саласына көп еңбек сіңірген атақты ғалымдар тұр. Олар Қаныш Сәтбаев, Александр Яншин, Григорий Водорезов және Николай Кассин деген кісілер атақты ғалымдар біздің жерімізде бірнеше геологиялық барлаулар жүріп, біздің Ақтөбе өңірінде түрлі пайдалы қазбаларды тапқан болатын. Соның ішінде ерекше тоқталып кететін болсақ, ол Қаныш Сәтбаев. Бұл кісі өте дарынды кісі. Біздің Ақтөбе өңірінің геологиялық барлау жұмыстарына да көптеген жұмыстар атқарып, біздің Ақтөбе облысынан табылған пайдалы қазбаларды дәптер бетіне түсіріп отырған және өзінің ізін қалдырған кісілер. Келесі геолог ол Николай Кассин деген кісі. Бұл кісінің биыл 135 жасқа толды. Қаныш Сәтбаевтың айтуы бойынша, ол кісінің күнделіктерінде айтып кеткен екен. Николай Кассин өте талантты геолог, өз ісінің маманы. Егерде осындай кісілер болмағанда, біз өзі Қазақстан жерінің геологиясын зерттеп бақылау үшін әлі 40 жылдай уақыт жұмсайтын едік. Ал осындай талантты кісінің арқасында біз 2-3 жылда көптеген кен орындарын аштық деп айтып кеткен екен. Бұл кісіні өзіне әрі досы, әрі ұстазы санаған. Және біздің Ақтөбе облысында үлкен бір байлық, қазба байлық ол хром. Алғашқы ең сапалы хромды тапқан ғалым ол Григорий Водорезов. Ол кісі өзінің тапқан сол хромына тапқан жерден алмазный деген ат берген екен. Бұл жерден өткені өте сапасы жоғары хром табылған. Қазіргі таңда біздің Ақтөбе облысының хромы бүкіл әлемге белгілі. Дүниежүзінде оңтүстік Африкадан кейінгі екінші орында тұрған біздің Ақтөбе облысының хром кен байыту орны. Және ал сапасы жағынан біздің Қазақстанның Ақтөбе хромы сапасы жағынан әлемде бірінші орында тұр. Ал ең жоғары сапалы хром жалпы ол ғарышта пайдаланады және ғарыш кемелерінде пайдаланатын өте бір мықты металл деп айтуға болады. Және хром сонымен бірге қазіргі таңда өнеркәсіпті, басқа да саланы хромсыз елестету мүмкін емес. Және біздің Ақтөбе жерінде одан басқа өте сирек кездесетін титан, цирконий, фосфор дейтін пайдалы қазбаларда табылып отыр. Алдарыңызда сол кездегі анау 1920 жылдардың басындағы геологиялық зерттеу жұмыстары кезіндегі суреттер экспозицияға қойылған. Әрі қарайда біздің жерімізде, облысымызда мұнай және газ кен орындары бар. Бұған енді ол өз алдына бір тақырып деп айтуға болады. Өзіміздің Ақтөбе облысының жерінен шығып жатқан қазір бірнеше компаниялар ол жерде жұмыс жасап жатыр. Ал жаңағы айтып кеткен хромға тоқталатын болсақ, хромның кішкене тарихына тоқталып кетейік. Жалпы хром грек тілінен аударғанда ол бояу дегенді білдіреді екен. Яғни біздің осы қазіргі өнеркәсіпте осы басқа салада пайдаланылып жүрген түрлі әшекей бұйымдар жасап жүрген түрлі металдардың барлығының осындай түске енуі ол хромның арқасында екен. Яғни ол хром түс бояу дегенді білдіреді. Бірнеше түске боялады екен. Және біздің Ақтөбе облысында Хромтау дейтін үлкен ауданымыз бар. Осы Хромтау жерінде алғашқы табылған хром 1937 жылы болатын. Бұл жерге ол хром қалай табылды? Яғни біздің жерімізге мына Ресейдің жоғарғы геология институттарынан арнайы мамандар жіберіліп, біздің жерімізде геологиялық барлаулар жұмыс кезінде Долгов деген геолог кісі, өзінің қасында көмекшісі бар. Сол кісі гидрогеологиялық барлау жасап жүрген кезде бір ойламаған жерден бір осы тасты тауып алады.
яғни ол тас бір ерекше, бірақ өзі пайымдайды, осы бір хромға ұқсайды дейді де оны Мәскеудегі лабораторияға жібереді. Ол жақтан анықталып келгеннен кейін бұл жерде хром бар деген хабар келеді. Одан кейін осындай хабар жеткеннен кейін Ресейдің геология институттарынан бірнеше геологтар келеді. Соның бірі Жутеев деген кісі біздің Хромтаудың жеріндегі ең алғаш хромды тапқан осы кісі. Оның қасында оның да көмекшісі болады. Олар да осы хромды тауып жаңағы лабораторияға зерттеу жүргізген кезде шынымен де бұл Ақтөбенің жерінде осындай хром бар дегенді анықтап береді. Және хром бұл ерте кезден бері қарай қолданып келе жатқан металл. Бұл металлды ертеде осыдан мың жылдар бұрында қолданыста болған. Ал хром металлдардың ең ішінде ең мықтысы. Ол Ұлы Отан соғысы кезінде жауынгер металл атанған қара металл деп атауға болады. Және де бұл хромды ерте мың жылдан бұрында білген, өйткені бұл хромның бойында темір болат деген өте сапалы металдар болады. Мінекей, кішкене тарихқа тоқталып кететін болсақ, бұл хромның мықтылығы ол ешқандай тот баспайды, даттанбайды, яғни өнеркәсіпте өте пайдаланылатын металл. Және де бұл осыдан бірнеше мыңда жыл бұрын бұның ең алғаш бұл хром деген металдан қару-жарақ жасаған. Ол қару-жарақтың ең мықтысы сол кезде Дамаск болаттар болған. Яғни Дамаск жеріндегі жасалған болат семсерлер әлі күнге шейін тарихта сақталған. Өйткені ол жердің шеберлері оны қыздырған кезде 90 градусқа шейін жаңағы бұралатын, яғни майысатын сондай мықты металл. Өткен оның құрамында хром бар. Және жауынгерлік кезінде Дамаск семсерлері ешкімге жаңағыдай былай бір сөзбен айтқанда мықты семсерлер жасалған, және ешқандай бетіне сызат түспейді. Бұның Дамаск семсерлерінің мықтылығын ең алғаш рет Александр Македонский, Үндістан патшасы Порамен жекпе-жек шайқасқа түскен кезде көрген екен. Және ұлы Александр Македонскийдің әскерлері осы Поро патшасының әскерлерінің ешқайсына қарсы келе алмаған. Өйткені Үндістандардың әскерлерінің бұл семсерлері македониялықтардың үстіндегі киген сауыттарына шейін айырып түскен екен. Тіпті қарама-қарсы келетін ешқандай семсер болмаған. Македониялықтардың семсері оның қасында іске жарамай қалған, өздері сондай сезілген екен. Мінекей сол кезден бастап олар осы бұл семсердің қалай жасалып, қалай қайдан болатынын сол кезде алғаш рет көрген екен. Мінекей бұл өте құпияда сақталған. Бұл Дамаск семсерлерінің болаттарының қолданылуы әлі күнге шейін өте құпия сақталып, әлі зерттеліп жатыр деген әлде айтылып жүр. Және біздің Ақтөбенің жеріндегі шығарылатын хром, мінекей мына алдарыңызда тұрған екі руданың түрі тұр. Бұл рудалар, бұның құрамында феррохром, яғни темір, құрамында темір бар. Және өте сапалы жоғары хром біздің экспозицияда қойылып тұр рудалары. Ал алдарыңызда тұрған ең алғаш біздің Ақтөбе жеріне келген кездегі геолог ғалымдардың, яғни жерді қопару кезінде табылғанда, ол үлкен болып шыққан, яғни гигант деп аталған. Сол себепті өте үлкен болғандықтан ғалымдар оған гигант деген ат қойып, мінекей гигант хром жаңағы кен несінің макеті мына жерде тұр, гиганттың. Және біздің Ақтөбенің Хромтау жерінде табылған хромдарды мінекей атақты ғалымдар тұр. Ол жаңа айтқан мінекей Жутеев, Конев және мына жерде Сегалович деген кісілерде осылар хромның бірнеше түрін тапқан. Бұларды біз экспозицияға қойып тұрмыз. Және жоғары тағы бір сапалы хромды ашқан ол Ефим Книжник деген кісі. Қазіргі таңда осы кісілердің барлығын осындай сапалы хромды тауып
тапқаны үшін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты деген атақтарды берілген. Осылардың ішінде қазір көзі тірісі ол Ефим Иосифович Книжник. Бұл кісі әлі бар. Әлі күнге шейін біздің Ақтөбе хром зауытында басшысының кеңесшісі болып жұмыс жасайды. Өзі 80-нен асып кетсе де, сол жерде жұмыс жасап кеңесші болып отыр. Ал енді жаңа айтқан біздің Ақтөбе облысының жерінде Менделеевтің таблицасында кездесетін барлық химиялық элементтер бар. Соның ішінде ең мықтының бірі ол хром болатын. Ал жалпы осындай Ақтөбе жерінде, жалпы батыс өңірінде осындай пайдалы қазбалардың геологиялық музейінің ашылуына себеп болған кісі ол Ростислав Александрович Севедин деген кісі. Біздің Ақтөбеде үлкен геологиялық музей бар. Соның ішінде 40 мыңнан астам үлгілер, ал экспозициясына 2 мыңнан астам жаңағы аталып өткен пайдалы қазбалар экспозицияға қойылған. Енді айта беретін болсақ, мұның бәрі үлкен бір тарих, анау тарихынан бастайды, күні бүгінге шейін жетіп отырған. Сондықтан әрі қарай да біз осы геологиялық барлау жұмыстары, біздің Ақтөбе өңірінен табылып отырған әртүрлі пайдалы қазбалардың әрқайсысына тоқтайтын болсақ, олардың әрқайсысының бірінде тарихымен айтуға болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.